Ягмаш? Да ладно, что ты, блин, жыламаш? Фу, блин, ну ладно, осыны қоя саш. А чё? Өйткені басталды. Қодыртпаш! Ассалаумағалейкум, құрметті біздің қарапайым көрермендер. Сіздердің алдарыңызда қарапайым ұлдарыңыз Рауан, Аза, Рамиш және мен Анарбай Еділ бастаймыз, кеттік. Жақында халықаралық әйелдер күні өтті. Сол мейраммен шын жүректен сіздерді құттықтаймыз, құрметті ханымдар. Аналар, әпкелер, қарындастар, сіздерді өткен мейрамдарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Әрқашанда күліп жүріңіздер және жадырап, жайнап жүріңіздер. 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне кім не сыйлады? Мысалы, қарындастарыңа, мысалы мен әйеліме плотно жақсы бетінен сүйіп, как положено, мейрамың құтты болсын деп тұрып кәдімгідей. Да? От души поздравлять етті. Каждый жыл бір подарок болсын. Менде қызым жоқ, как она есть. Қызым болғанда, мысалға, Дайсон подарок ететінен мысалға, да? Дайсон деген подарок ететінен мысалға. Анау шаш кептіретін ба? Қымбат анау. Қымбат, короче. Соны подарок ететінен. Просто қызым жоқ. А, кстати, өткен бағдарламада айтып едім ғой, если что, жазыңдаршы деп ше. Ешкім жазбай жатыр. Жазбаған ғой. Еще комментарийде біреу жазып жіберіпті. Тот момент, когда Рауану никто не ответил деп. Значит, біздің қыздардың вкустары бар ғой. Мен сосын әйеліме Самое главное, от души. Ана Сақина бар ғой, обручальный. Соны ломбардтан шығарып бердім. Бәлә, жақсы болды. Молодец. Әйелің ырза болып қалған шығар. Мәз болды, о, рахмет болды, енді ойнамаш. Не сыйласақ та, от души сыйлады. Иә. Сөйтіп. Жәнегі 8 наурыз күні Алматы қаласында шеру өтті. Феминизм бостандыққа жеткізеді дейтін. Алматының феминистері шеру өтті дейді. Іс-шара Ганди саябағынан басталған екен. Короче, плакаттарда ақпараттарға сәйкес қыз-келіншектер жыныстық зорлық-зомбылық жасаған үшін қылмыстық бап және әйелдерді ұрып соқпауды талап етуде. Үйдегі зорлық-зомбылыққа менде қарсымын. Дұрыс. Бұл шеру мысалға өтті дейік, бірақ бұл шеруде мысалға және Еділ айтып кеттің ғой, біртүрлі адамдар жүрді, және лесбиянкалар, және ЛГБТ-лардың құндылықтарын насихаттайтын адамдар жүрді. Юбка киген еркектер жүр. Не істеп жүр олар? Мен ойымша, бұл біздің дәстүрімізге өте жат нәрсе сияқты. Одан өздерің представлять етіп көріңізші, мысалға қыз бен қыз үйленіп жатыр дейік. Нашар да, представлять етудің өзі. Мысалға тойда сонда қайсысы сәлем салады? Қайсысы сәлем салады? Екеуі келіспей қалуы мүмкін, ұрысып қалуы мүмкін. Екі еркек тұр дейсің ғой, сен сал, мен сал, сен сал. Келін-шайды кім қояды одан? Келін-шайды кім қояды мысалы? Келін шай болмайды ғой кезде, күйеу шай болады ғой кезде. Жалпы феминизм деген ол батыстан келген еліктеушілік бізге. Мысалға кезінде, мысалға біздің ағаларымыз, мысалға соғыста болған кезде, мысалға қара шаңырақ кімге қалған? Әрине әйелдерге қалған, мысалға қара шаңырақ. Сол үйді, сол ауылға, мысалы, әйелдер ғана қарап отырған. Демек, тепе-теңдік бізде баяғыдан бар. Аталарымыз басқа жақта соғыста жүр, мысалға ауылға басқа жау шапқан кезде соған тойтарыс берген біздің аналарымыз болған. Және Кенесары ханның кеңесінде әйелдерде де болған. Мысалға олардың оймен санаса білген, ойын тыңдаған, олар сайлай алған деген. Ойларын айта білген, оймен санасқан деген жалпы. Демек, тепе-теңдік бізде ежелден бар, бізде тепе-теңдік деген. Бұл феминистлер тарих білмейді біріншіден. Тарих оқымаған. Екіншіден ақымақ қыздар ғой. Ақмақтық, надандық шамалы. Өйткені енді олар айтып отыр ғой, тепе-теңдік, біз деген тең болу керекпіз деп. Енді бізде қазақтар еркек басшы дейді ғой. Еркек бас дейді, әйел мойын дейді. Мойын қай жаққа бұрылады, басты жаққа бұрылады. Бізде қалай өмірде? Біз деген өзінше болып отырамыз, генерал болып. На самом деле шын мәнісінде ең бастығы сол ғой, әйел ғой. Олар просто қу болады да кішкене, бізді алдап жібере салады, маған отырады да, допустим, ой, мен что-то телефоным сынып қалды, маған бір жаңа телефон керек дейді, болды. Сүмірейіп кетесің. Құрметті ханымдар, біз сіздерді сыйлаймыз, жақсы көреміз. Ана көшеге шығып, ұрыса бергенше, көшеге шығып, жігіттермен танысып, мәз болып жүре берді. Ақтауға фламинголар ұшып келді дейді. Бля, нахуй ұшып келді олар. Таяқ жей ұшып келді ма сонда? Мен білем олар не үшін ұшып келді. Олар анау ННН-дің сағатын іздеуге ұшып келді.
соны естіген ба? Былай дейді. Инстаграмнан көріп алып, бля, ұшып кетті. Бәрі Инстаграмда отырады деші. Сөйтсе қоқиғаздар, тауып алған қоқиғаздар ұшып баратыр дейсі, қолында анандай Apple Watchпен. Қоя сен. Қолында iPhone дейсің ғой. Құлай ұшып баратыр ма? Бұлай ұстап алған. Олар енді фламинго деген бір орын айналып шығып жүремін. Телефонмен құлағында AirPods деші. Мысалы ше, мысалы қара бүйтіп әуеде, самолетта, шетелде ше, мысалы ұшып келе жатасың да, и там терезеден бүйтіп жаңағы фламинголарды көрсең, о, фламинго, мам, посмотри, look at that там. Фламинго. Біздікі қандай болады там, ұшып бара жатасың примерно. Мам, қоқиғаз. Самолетте ма, бір әдемі ат қойса болады дейді ғой. Неге қоқиғаз? Не, былай болған ғой, короче, бір жігітпен бірашкесі кетіп бара жатқан ғой. Кішкентай бала көріп, фламингоны көріп айтқан ғой. Ағаға, анау не деп айтқан ғой? Қаз ғой деп. Қаз деген басқа болады ғой, ол қаз емес қой. Похуй деп айтқан. Сонымен қоқиғаз болып кеткен. Одан кейін сосын құрсын, боқтық болмасын деп, енді қоқиғаз деп барасы аудадырса қалған ғой. Қоқиғаздар аман болсын. За Қоқиғазов. Давайте, за Қоқиғазов. За Қоқиғазов. Гигантский айсберг откололся от Антарктиды, дейді. Айсберг с площадью 1270 квадратных километров сопоставим с площадью Чимкента, дейді. Откололся от шельфового ледника Бранта в Антарктиде, дейді. Об этом сообщила антарктическая служба в Великобритании. Великобритания Чимкентті білем азанда. Неге именно Чимкент? Түсіп о, Шымкент сияқты дей ма? Неге Шымкент екен білесің бе? Бұрынғы Шымкенттің әкімі бар ғой, кезінде Лондонда жүрген еді, кітап оқып, сол кезде британдықтармен мынандай общение ұстап алған дейді ғой. Содан кейін дейді ғой. Жоқ, не былай қарап тұрған ғой, сосын құлап атқан кезде. О, шошың деп айтқан ғой. Әлемге қауіпі бар ма? Әлемге болғанда біздің планетаға қауіпі бар ма? Былай қарасаң, Титаниктерге қауіпі болмаса, бізге Қазақстанға дым қауіпі жоқ. Бізде не отыра береміз. Біз бұны осы жерден осы жаққа жаба салайық. Бізде одан да басқа қауіптер бар ма? Қазір оны айтылатын болады. Феминистерден бастап дейсіңдер ғой. Қарағанды қаласында машинаның артында терезеден түсіріп қойған, и терезеден бүйтіп басын шығарып отырған арыстан сүйреткен түсіп қалыпты. Бізде арыстандар таксимен жүреді. Жалқау ғой. Арыстандар жалқау. Машинамен жүреді. Машина, такси шақырып. Негізі ол жаңағы Симба екен аты. Симба қай жерге баратыр білесіңдер ме? Қай жерге? Съемкаға. Сол жаңағы неден кейін жаңағы Симба хит болып кетеді да, короче, Король Левтің, короче, 4-ші киносына тұтсаған деші. Одан кейін режиссерлардың бәрі оны байқап Мадагаскарға тартып алған деші. Алекстің рөліне ма? Алекстің баласының рөліне ма? Содан кейін дәлші, ана Метро Голден Майдың дейтін арыстан бар ғой, соған түсіп алған деші. Сөйтсе жаңа арыстан технично кей-попер болып кеткен деші. Мына шашы мына жерінше сарға бойы болған деші. И так сары ғой, қызылға десек. Содан кейін құлағына сырға тағып алған деші. Вот содан кейін бизнес класспен точно жүреді. Ана негізі кетіп баратты ғой. Ол негізі жауып қойса болды ғой, басын шығарып алған ғой. Білесіңдер ме неге? Ана водитель байқұс шошып бұтына түсіп сасып жүрген ғой. Дем алмай мына жігіттер байқап отырсыңдар ма? Негізі біздің елде жаңа хайуандар мен малдар бірден көтеріліп кетеді. Тез көтеріліп кетеді дейсің ғой, короче. Айтпа. Анау Лаки Америкада жүр. Қоқиғаздарың жәнегі Иранға ұшып жатыр дейсің. Астанада сиырлар көтеріліп жатыр дейсің. Бля, маған екінші рет шанс бергенде мен хайуан болып туылатын едім. Қандай хайуан болып туылатын едім? Жираф десем болмайды. Әлде анша хабар қатайын ба? Нормально. Рахмет. Жираф. Әркім өз ойынан хабар береді деп жаңағы. Түнде жатқан кезде армандап отырмын, жираф болып неғып. Мектептерде дейді қазақ күресі, тоғызқұмалақ және асық ату міндетті сабақ ретінде енгізілмек дейді. Керемет, тамаша. Қол соғуға тұрар бар. Дұрыс. Келесі бүгінгі сабағымыз сақаға қорғасын құю сабағы дейді. Кім? Аккумулятор кім алып?
Жоқ, айтып отыр ғой, мысалы, тоғызқұмалақ деп отыр, мысалы. Одан Керемет бөлек сабақ. Жоқ, одан Негізі бөлек- нағыз қазақи керекті сабақтар, мысалы. ертең өмірге керек болатын сабақтар. мысалға тендер алу және оның жолдары деген сабақ. Сосын мынандай бар. Көтке кіру дейтін сабақ бар. Міндетті түрде ме? Міндетті түрде. Көтке кіру және повышение алу жолдары. Бірінші сабақта ұйықтап қалу дейтін сабақ. Болмай қалды. Пара беру сабағы. Бастауыштарға беріледі, короче, одан кейін бастауыштан өткеннен кейін пара алу дейтін сабақ. 5 класста ма уже өскеннен кейін пара алу. Одан кейін білесіңдер ме қандай пән қосу керек? Пантология деген. Пантология. Панты үйретеді да, қалай дұрыс пантамас керек. Әр оқушы қалай мақтану керек екенін айтады, мысалы. Сосын движение сабағы. Ол 9-дан бастап болады, либо колледжда болады. Одан кейін міндетті түрде тағы да ят болады және оның жолдары деген пән қосу керек. Обязательно. Ятология дейтін сабақ. Ятология. О, валиологияның орны бар. Ол валиология деген сабаққа сендер білесіңдер ма, қатыстыңдар ма? Барып. Екі алатын адамдар түсінбейміз ғой балалар. Мен валиологиядан бірінші күн екі алғанмын. Келмей жатыр. Валиологиядан өзім қай сабақтан екі алғанын білмеймін ғой. Валиологияда не үшін екі аласың білесің бе? Валиологияны дұрыс айта алмайсың. Балалогия. Балалогия дейді. Көт қысу және көтті қыстырту дейтін сабақ. О, керек сабақ. Қыстырту сабағы бар. Керек болады, дұрыс. Пара алу деген сабақтан кейін болады ма сразу? Көт қысу дейтін ба? Байқап жүр дейтін сабақ. Көтті қыс байқап жүр дейтін сабақ. Көтті қыс байқап жүр дейтін сабақ. Оны бір класс үлкен класстар келіп үйретеді. Көт қыстырту дейтін сабақ. Разна-раз шығу дейтін ба еле? Жоқ, шығасың ба дейтін сабақ болады. Анаумен шығасың ба? Апай өзі тұрады, короче, басқа класстың нелерін шақырып алады да, короче. Анаумен шығасың ба? Так, Рамазан тұр онан. Анарбаевпен шығасың ба деп ше. Тиіссе қарап тұрмаймын. Иә, тиіссе қарап жабылып кету дейтін сабақтар. Жабылып кету. Сосын Родригоны көлденеңінен қою дейтін сабақ. Ол сабақта ешкім болмай ма? Мұғалім өзі де жоқ. Бар емес пе ол? Қандай сабақ? Еңбек. Желіде Супермамасита есімімен танымал блогер 5 миллион оқырманы бар аккаунттан айырылып қалыпты. Бұл жаңалықты естіген жұлдыз келіншек қатты қайғырған. Жылап видео түсіріпті. Видеосын көрдіңдер ме айтпақшы? Көрген жоқпын. Кәдімгідей қайғырып жатыр. Жоқтау айтып жаңа. Инстаграмға бола ма? Блогерлер үйлеріне барып көңіл айтып жатыр. Анандай жоқ, поддержка беріп жатыр кәдімгідей. Мамасита живи дейтін хэштегпен поддержка беріп жатыр инстаграмда. В общем, не болса да оба болып та негізі. Иә, өте оба нәрсе. Аты қалай дейсің? Супер Мамасита. Естуім бар, негізі бір-екі мәрте көргем, бір-екі жерден. Бірақ подписаться етіп, лайк басып. Мен әйелім жібермейді кәдімгі күндегі қарын. Мынаны қарашы, Мамасита бүйтіпті, Мамасита сөйтіпті деп. Бір шетінен дұрыс болды ма деп те қойып жатыр. Подаркілерді айта береді. Жұрттың Мамаситалары деп бастай береді. Жұрттың қатын қара не істеп жүр? Ал мен болсам не істеп жүрмін деп. Сен айтпадың ба? Өйткені оның папаситасы бар деп. Жоқ, сол папаситасын мысалға алып айтады ғой. Мынаны қара, Мамаситаның қарашы, күйеуі не істепті деп ше кәдімгідей көрсете береді енді. Не істейсің енді? Ол Мамасита біздің батыста білесіңдер ме қалай болады? Қалай болады? Анасита болады. Шымкентте қалай? Шишисита болады. Өскеменде онда білесіңдер ме? Әкесита. Үйіне туған туысқандары келсе, құдасы келсе, құдасита болады. Бажасы келсе, бажасита. Немересита, бәрсита. 5 баласы бар, 5 баласита. Короче, олардың, любимый киносы Гита-Зита. Жаңа оның балаларының любимый ойындары қандай компьютерні білесіңдер ме? GTA Vice City'да. GTA Vice City десе. Любимый клуб білесіңдер ме? Футбольный? Манчестер Мансита. Манчестер Сита. Любимый өлені білесіңдер ме қандай? Деспасито. Мәжілесі бұзылқасы запчастқа жерін алып білесің ба? Карсита. Машинасы қандай білесің ба? Камрисита. Бәрсита. Андай любимый тамағы білесіңдер ма қандай? Манты. Бөліп тастай салма ортасынан. Манты жақсы көреді.
негізі шынымен де білесіңдер ме қалай болды? Қалай болды? Бізде енді қонақ келу керек қой. Негізі қонақ болып, негізі мамасита келу керек еді. Сосын аккаунтын жапсады. Нахуй керек. Аккаунт жабылғаннан кейін 5 миллионы жоқ, не аласың деп. Не аласың? Кім ол? Тағы да бір жаңалық. Қазақстандық қыз Қытайдың үздік студенті атаныпты. Молодец, молодец. Қазақстандық Жаннұр Ниязбекова Қытайдың үздік студенті атанды. Бұл туралы ол өзінің Instagram парақшасында хабарлапты. Жаннұр Ниязбекова менің құрдасым екен, 1990 жылғы Қызылорда облысында өмірге келген. Қазір ол жәнегі Қытайда докторантурада оқып жатыр. Қай мамандықта оқып жатыр? Ветеринарлық медицина мамандығы бойынша оқып жатыр екен докторантурада. И және сол жерде оқып жатып президенттік стипендия ұтып алған. Керемет. Молодец. Айналайын. Әдем. Жалпы негізі біздің Қазақстанда анандай ғой, біздің өзіміздің Қазақстанда скромно, тып-тыныш жүреді да, ондай адамдардың бәрі шетелге барып бақ еткізеді ғой. Димаш сияқтылар. Димаш бар, Қытайға барып бақ ашылды мысалы. Скриптонит Ресейге бар, Нұрлан Сабуров бар. Ресейге бар. Жалпы негізі қолда барда алтынның қадірін білгеніміз дұрыс. Ал мынау Жаннұр неге именно барып сол Қытайда сол ветеринарлық медицина оқып жүр, білесің бе? Не үшін? Сол жақта оқып, сол қытайларға насихаттайын деп жүр ғой. Анау мынау жылан план, бақашаян жемеу керек, жарғанат жемеңдер. Жемейтін нәрсені жемеңдер, жейтін нәрсені жеңдер деп сөйтіп соны насихаттау үшін оқып жүрген сияқты Жаннұрға бір қол шапалақтап қояды. Тамаша. Тәттілік. Дұрыс. Түркістан облысында постречке жүрген азамат ұстап алған екен. Гаишниктер Иисусты қайтан жібере салған, и потом ол кісі барып кешірім сұраған видеода. Кім ба? Ана Жұмабектің бажасы ма? Жұмабектің бажасы. Негізі оның барлығы не үшін екенін білесіңдер ғой, жаңағы Жұмабектің өзінің айтуы бойынша ащы суды ішкеннің кесірінен деді ме? Солай емес пе? Ұрттап қойған ғой. Ұрттап қойған. Сол себепті ащы суды ұрттамаңдар. Ұрттап қойдым и нечайно болмайтын нәрсе оттап қойдым болып тұр ғой, короче. И кешірім сұрап қойдым. Жазалау керек сондай адамдар. Негізі жаңағы Жұмабек сияқты бажасы болғанына рахмет айтсын. Бажасы бар адамдар ешқашан ұсталмайды. Ұсталып қалған өзінде видеоға кешірім сұрай салады десең. Шағында өлең бар ғой. Бажа, сенетін сен ғана. А так любой бажухаларға уважуха ғой жігіттер сендерге. Негізі кім встречкамен жүріп келді? Мен, негізі встречкамен жүру ол заңға қайшы нәрсе. Сол себепті встречкамен жүрмеңіздер. Или жүрдіңдер ма сендер? Мен чисто қызбен ғана жүрдім, мен жүрген жоқпын. Сен жаза. Мен жындым ба, қазір камераға встречкамен жүрдім деп айтады. Мен де мысалы встречкамен жүріп көрген жоқпын. Мен жүрдім встречкамен. А че, не бажухаң бар ма не? Бажухам жоқ, зато жиздухам бар, мен туха. Мен тухасыз? Полицейский. Айтпақшы, полицейский жиздуха демей, бажуха демекші, біздің ана патрульда шеф бар ғой, соның да бажасы бар ғой, Жұмабек. Қай Жұмабек? Әділет Жұмабек. Қойш? Отвечаю. Как раз қонақ жоқ, шақыра салайық та. Әділет Жұмабек! Че, не болды? Жоқ, не болғанда, братан? Қонақ жоқ, не істейміз? Проблема болып қалды просто. Жұмабектер проблема шешіп жатыр дейді ғой, бізде как раз проблема сол, қонақ жоқ бізде бүгін. Қонағын басына шақырдыңдар ғой. Анжи түсіріп жатырмын. Саша Барон Коэн 2 алтын глобус ұтып алыпты. Боратты ойнаған адам ше. Қалай береді соған бәрі? Соны көрдіңдер ме сендер? Қалай көре алмайды екен оны? Мен де көре алмайды екен ондай нәрсені. Бізде сол көре алмаушылық дейтін бар ғой. Именно соны көре алмай ақ қойықшы, Что именно соны, Біздің арқамызда, Қазақтың арқасында глобус салып жүр ғой. Соны бүйтейік та, Қазақстанға шақырып алайық та, сразу шығарып жібере салайық та. Қарызы бар ма еді дейсің ба? Сол күні ма сразу? Сол күні келген глобустарын мен ақ қаламын да. Қайрат болма адам бол сериалы 2-ші маусымы аяқталды. Достар, Сіздерге ұнады деп ойдамыз. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Әрине көңілдеріңізден шықса, коммент қалдырып кетіңіздер, жазып кетіңіздер бәрін. Достар, жыл бойы бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Бұның барлығы әрине
тек қана сіздердің арқаларыңызда, сіздердің қолдауларыңызда, сіздердің лайктарыңыздың арқаларыңызда біз екінші сезонды тамамдадық. Құдай қаласа сіздерге жақсы жаңалықтарымыз бар, оны жақында сіздерге айтатын боламыз. Жалпы осы екінші сезонда қандай моменттер сіздерге көңілдеріңізден шықты, қандай жерлері көңіл күйлеріңізден шыққан жоқ, не ұнады, не ұнамады, қандай қызықты жерлер болды, міндетті түрде комментарийға астына қалдырып кетіңіздер. Вообще негізі Родриго дейтін зат ол вообще қайдан шықты? Ой, Родриго деген кезінде Таиландқа демалуға барған кезде, сол жерде бір порт американкамен бір танысып, соны общение, печенье, беби, напиши мне сообщение. Порт американка ма или американец па? Порт американка. В общем, Аманда дейтін ба? Ага, бір күшті қызбен общение, печенье болып, содан кейін ол қызбен по полной программе, кейін на кожаном диване болып, жаңағы. Сонымен содан кезінде Родриго деген Соғыз қойып берді ма соны? Соғыз. Зато сен андай Мучачу по бамбино Родриго. Сен анандай қатты құлаққа жағымсыз естілетін нәрсені Родриго деп жеңілдетіп айтып бергенін айтам да. Аты кім дедің? Менің Жаңа ана қыздың. аты есімде жоқ. Аманда. Мен ойлағам ғой, негізі былай болды деп. Таиландқа барды ғой. Таиландқа барды. Типа порт американкамен танысты, сосын барып диванға жатады. Сөйтсе Амандасы Родриго екен да. Содан кейін Родриго екен. Менде де бар ғой деймін. Осы сериалда бізде негізі көптеген қызықты оқиғалар болды басымыздан. Мысалы, ең есте қаларлық, мысалы, Рауан сен басында қандай оқиға болды? Есте қалатындай ма? Съемочный процесс кезінде. Енді екінші сезонда мен гейлар ұрады ғой. Сол ұрған кезде гейлар мені шын мәнісінде қатты ұрды. Немен сабап, кәдімгідей сабап, денем бәрі қызарып қалған сәт болды. Сол күні Рауанға, кстати, сол күні Рауанға өте қаралы күн болды. Одан кейін аппақ шарикті аузыма салған кезде, фу, блин, это вообще мерзко было, ребят. Бірақ оның барлығы, достар, бұның бар роль ғой. Оның барлығы сендер үшін ұштып, сендер күлу үшін оның бәрі істелінген болған. Ал мен үшін ол деген естен кетпейтін нәрсе. Мен негізі екінші сезонда машина айдадым ғой. Негізі менде права жоқ. Бірақ сен машина айдадың? Мен машина айдадым. Енді актер болғанның рөлге кіру керек болды. Машина айдаған кезде терзен жауып қоясың, кондер жоқ. Ай, ағасың ғой, тер-тер. Еще текст айту керексің, бүйтіп айтатын. Сол жағы қиын болды. Артақ барлығына бейімделгеніміз болды. Профессионал ретінде ойнап шықтық деген үміттеміз. Атак, Спартак, через Спитак дейсің ғой. Қанша азы қандай қиын моменттер болды ма сен? Менікі сол ғой, менікі де сол сәуле байлап қойып Ол приятный момент қой. Ол деген приятный момент қой. Да, приятный жоқ оның. Мен оған келіспеуші едім, просто маған келіп те айтты. Рауандікі де бар, оныкі вообще жесткий болады. Сенікі нормально, жарайды. Жата салдым. Не жерде ма? Соған бала ядыды ма? Ай, бомбаған. Негізі мынау екінші сезон барысында мысалға көрермендерден сендерге өздеріңе лично қойылатын, часто қойылатын сұрақтар бар ма? Бірінші қойылатын сұрақ Туча қайтып келе ма дейді. Айналайын, дарау, жандарым, күндерім. Ол былай қарасаңыздар, бірінші маусымды қарасаңыздар, дұрыстап, оқыттап қарасаңыздар, екінші маусымды қарасаңыздар, екінші маусымда айтылады. Ол птичий грипптан, свиной грипптан. Свиной грипп қой. Свиной грипптан кетіп қалады. Болды, ол қайтып келмейді. Біз деген Игра престолов түсіріп атқан жоқпыз ғой, ол деген Джон Сноу сияқты тірілте салатын. Болды, Туча жоқ. Қарапайым қайратта Туча жоқ. Азы енді сен погондағы адамның рөлін ойнайсың ғой. Мысалы, сен көшеде кетіп бара жатқан кезде гаишник тоқтатып алып, мысалы, сен танып, былай или жібере салған кездер болды ма или? Мені гаишниктер тоқтатса, сразу жібере салады. Өйткені несі бар, жаяу кетіп бара жатқан адам. Машинамен жүрсем мақұл. Машинамен кетіп бара жатсам жарайды. Жаяу кетіп бара жатқан адам несі бар, не шаруасы бар. А былай негізі, енді қалжың ғой. Біздің жаңағы участковыйлар, гаишниктер көбісі көреді, көбісі қуанады, рахмет, бәрі жақсы, біздің күнделікті өмірді көрсеттің. Енді менен бәрі сұрайды, андай аза шынымен ақ өстіп органда жұмыс істеген ба деп. Біз деп айтамыз, короче. Дей бересіңдер ма? Айта беріңдер. Полусотрудникпін ғой, мен сөйтіп айтамын, қалайсыңдар, мен полусотрудник, қалайсыңдар. Менен қазір соңғы кезде менен
Родриго аман ба деген сұрақ топ 1-де, короче. Топ 5-те біріншісі ол Родриго аман ба, екіншісі ненің соңындағы музыка қандай деген сұрақ. Музыканы кім айтады деген сұрақ. И үшіншісі, братан, сіз қай жылғысыз? Бәрінде айтайыншы бүгін. Иә, бізді айтайықшы, шынымен көп қойылатын сұрақ. Мен 1988 жылғымын. Менің жасым 30 және бірнеше айларда. 30 және 3 жылда дейсіз. Так что, братан, аға деп смело сыйлап жүре берсеңдер болады. Мен мысалы 1989 жылы. 89 жылғы, пожалуйста. Мен 90 жылғымын. Мен 87. Тағы бар? Саған қандай сұрақ қойылады? Маған ба? Қанша? Салмағың қанша ғой, примерно? Салмағың қанша? Ол енді жай күндерде де қойылатын сұрақ қой. Не жеп семірдің? Не жеп семірдің деген сияқты. Жоқ, көп қойылатын сұрақ. Мынандай сұрақ. Қандай статьямен сотталдың? Сен шынымен қандай статьямен сотталдың? Мен соны өзім білмеймін, негізі сценаристерден сұрау керек еді. Сұрап алу керек еді. Примерно машинкамен кіріп дейсің ба? Көтін қыса саласың. Жалпы құрметті көрермендер, сіздердің жазған комментарияларыңыз біз үшін аса маңызды негізі. Көптен комментариялар қалдырып отырыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды білдіріп отырыңыздар, және подписка жасап, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар. Олай болса, міне біздің бағдарламамыз өз мәресіне келіп жеткен сияқты. Сіздермен бірге болған біз Рауан, Аза, Рамиш және мен, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше саламатта болыңыздар. Достар, міндетті түрде біздің осы бағдарламаға лайк басыңыздар, комментария қалдырыңыздар и және бізбен бірге болыңыздар. Сау! Нема, мандарин жиіріге балама!